Барлықтарыңа сәлем достар, кезекті видеода көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі бізде қойылатын тақырыптар, яғни шекті балдар, география, математика комбинациясы бойынша қандай мамандықтар оқытылады, және сол мамандықтарды оқытатын универлер саны қанша, және де грантқа түсу шекті балы қандай, жалпы шекті бал қанша екенін айтатын боламыз. Сондықтан да соңына дейін бірге болыңдар. Ең бірінші мамандық ол бізде әлеуметтану мамандығы, яғни бұл мамандыққа 20 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 107 балды құрайды, ал жалпы шекті бал 65 бал, ауыл квотасы үшін 70 балды құрайды, ал осы мамандықты оқытатын универлер саны бізде 9 универ. Келесі мамандық менеджмент және басқару мамандығы. Бұл мамандыққа 330 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 126 балды құрайды, ал жалпы шекті бал 70 бал, ауыл квотасы үшін 114 бал қарастырылған, және білім беретін универлер саны бізде 77 универ. Келесі мамандық аудит және салық салу мамандығы. Бұл мамандыққа 140 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 121 балды құрайды, ал жалпы шекті бал бізде 65 бал, ауыл квотасы үшін 113 бал, және де білім беретін универлер саны бізде 64 универ. Келесі мамандық қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі. Бұл мамандыққа 384 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 121 бал, ал жалпы шекті бал 65 балды құрайды, және де білім беретін универлер саны бізде 74 универ. Келесі мамандық маркетинг және жарнама мамандығы. Бұл мамандыққа 100 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 118 балды құрайды, ал жалпы шекті бал 70 балды құрайды, және бұл мамандықты оқытатын универлер саны 33 универ. Келесі мамандық еңбек дағдылары мамандығы. Бұл мамандыққа 25 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 114 балды құрайды, ал жалпы шекті бал 70, ауыл квотасы үшін 91 бал, және де бұл мамандықты оқытатын жалпы Қазақстанда бір универ оқытады, яғни ол Алматы қаласындағы Нархоз университеті. Келесі мамандық жер туралы ғылым мамандығы. Бұл мамандыққа 880 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 67 балды құрайды, ал жалпы шекті бал 65 бал, және білім беретін универлер саны 13. Келесі мамандық кадастр және жерге орналасу мамандығы. Бұл мамандыққа 280 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 77 балды құрайды, ал ауыл квотасы үшін 71 бал, және жалпы шекті бал 50 балды құрайды. Бұл мамандықты оқытатын универлер саны 15. Келесі мамандық көлік қызметтер мамандығы. Бұл мамандыққа 167 грант саны бөлінген, және де грантқа түсу шекті балы 117 балды құрайды, ал жалпы шекті бал 75 бал, ауыл квотасы үшін 109 бал, және де бұл мамандықты оқытатын универлер саны 38 универ. Ал достар, осы пайдалы ақпараттар ұнаса, лайк басып, коммент жазып қоюды ұмытпаңдар, және де жалпы ұбт-да келетін сұрақтарды, нұсқаларды, жалпы пайдалы ақпараттарды алғыларың келсе, төмендегі описаниедегі сілтемеден өтіңдер, сол жақтан барлығын тегін ала аласыңдар. Сендермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше.